Енді қараңыздар достар, менде қазір балансымда 197 рубль бар екен. Осы ақшаны шығарып көрейік, ол үшін вывести басамыз. Сәлем достар, сіздермен Дәулет Бисұлтанов. Бүгін сіздерге екі сайттан бір уақытта қалай ақша табуға болатынын көрсетемін. Ешқандай салымсыз, барлық маңызды жерлерін жіберіп алмау үшін осы видеоны соңына дейін көріңіз. Әрине, видеоға лайк, каналға подписка жасауды ұмытпаңыз. Бірінші сайт бізде TeaserFast деп аталынады. Ссылкасы видеоның астында қалдырамын. Бұл жерде біз пассивті түрде ақша табамыз өзіміздің жеке Chrome браузері арқылы немесе Яндекс браузері арқылы. Жалпы бізге не үшін ақша төлейді? Біріншіден просмотр тизеров в браузере, екіншіден посещение сайтовқа және үшіншіден просмотр видео на YouTube. Осыларды көргенге біз пассивті түрде ақша аламыз. Қосымша TeaserFast сайты жайлы айтатын болсақ, аудиториясы 393 мың адам. Выплата бізде 1 рубльдан басталынады екен. Ары қарай қарайтын болсақ, отзывы, расширение супер, я пользуюсь, яғни көптеген адамдар өте жақсы отзывтар қалдырып жатыр, өйткені бұлардың барлығы пассивті түрде осы сайттан ақша тауып жатыр. Енді бізге де ақша табу үшін мына жерде пользователям деген бар, соған басасыздар, одан кейін начать зарабатывать басамыз. Бұл жерде сіздерге регистрация өту керек. Біріншіден логиндарыңыз жазасыздар, екіншіден емейлдарыңыз, пароль, повторить пароль, яғни робот зарегистрироваться басасыздар. Регистрация жасап болғаннан кейін мынау біздің жеке кабинетіміз, көріп тұрсыздар ма? Мына жерде менде вы заработали 0,01 рубль деп көрсетілген. Бұның барлығы пассивті түрде, тек қана мен өз браузерді қолданып жатырмын. Енді қараңыздар достар, менде қазір баланста 10 рубль ақша бар екен. Бұл жерде қалай ақша табамыз? Біріншіден заработок дегенге басамыз. Одан кейін ары қарай қарайтын болсақ, бізде Chrome браузеріне, Яндекс браузеріне, Firefox, осыларға расширенияны установить етуге болады. Бұл жерде установить дегенге басамыз. Одан кейін осы жерде сіздерде установить кнопкасы болады. Менде TeaserFast установка жасалған. Үстінде көруімізге болады. Міне мына жерде менің балансым көрсетілген. Одан кейін заработано за сутки, яғни мен жаңа ғана қостым бұл расширенияны. Просмотрено тизеров 2 деп шығып тұр. Бұл біздің бірінші тәсіл, пассивті түрде ақша табуымыз. Екіншіден задание деген бар, сол жағында қарап тұрсаңыздар. Бұл жерде бізге YouTube-тан видео көргенге міне 15 секундқа осыған аз да болса да ақша төленеді. Және әр күн сайын бұл жерде бізде обновление болып тұрады. Көріп тұрсыздар ма? Смотреть сайт в течение 15 секунд и заработать деп жазылып тұр. Окей, баса саламыз. Осылай достар, сіздерге де әртүрлі заданиялар келіп тұрады. Солардың барлығын орындап пассивті түрде осылай ақша табасыздар. Қазір баланстағы ақшаны шығарып көрейік. Мына жерде сол жағында біз вывести дегенге басамыз. Одан кейін мен мысалы ақшамды PR кошелекқа шығарамын. Указать кошелек басамыз. Енді 10 рубль деп жазамын, вывести. Мне достар, менде шықты. Вывод средств на сумму 10 рублей успешно выполнен деп. PR кошелекқа кірдім. Қарап тұрсаңыздар, сумма 10 рублей деп тұр. От TeaserFast маған моментально түсті, яғни сайт ақша төлейді, сондықтан да қолдана аласыздар. Бұл сайттан достар, сіздер пассивті түрде ақша табасыздар, ол үшін жаңағы расширение сіздерде қосылып тұру керек. Өздеріңіз көрдіңіздер, ақша моментально түседі, сондықтан да осы видеоға лайк басыңыздар. Қазір сіздерге екінші тәсілді көрсетемін, сол кезде сіздер екі сайттан бір уақытта ақша табуды үйренесіздер. Екінші сайт бізде GetLike деп аталынады. Ссылкасы видеоның астында қалдырамын. Осы сайт арқылы сіздер күнделікті ақша табуларыңызға болады және осы сайтта өте жақсы ақша төленеді. Қарап тұрсаңыздар, бұл жерде миллионнан астам пользователь бар және де выплачено, яғни 49 миллион, бұлайша айтқан кезде 50 миллион рубль ақша төленген екен. Енді біз осы жерден ақша табу үшін зарегистрироваться басамыз. Үстінде входтың орнына регистрация деген бар, соған басып, почталарыңыз, пароль, повторить пароль, яғни робот зарегистрироваться басасыздар. Енді достар, осы сайтта регистрация жасап болғаннан кейін үстінде бізде биржа задание деген бар, соған басасыздар. Енді біз сол жағын қарайтын болсақ, Инстаграмда 302, TikTok 437, ВКонтакте 136, Telegram, Twitterдің өзінде 2314 задание бар екен. Инстаграмды тек қана былай ашатын болсақ, қарап тұрсаңыздар, подписчики, яғни жай ғана подписка жасағанның өзіне 225 задания бар. TikTok'ты қарайтын болсақ, қазіргі кезде барлығы TikTok'та отырады, яғни жай ғана лайк басып 428 задания бар, осының өзінен жақсы қомақты ақша табуымызға болады. Ол үшін біз не істейміз? Біріншіден осы видеоға лайк басамыз, егер де каналға подписка жасамасаңыз, подписка жасаңыз, ары қарай Инстаграмда ашамыз да осы жердегі все задания деп басамыз. Бұл жерде жалпы достар заданиялар өте оңай. Ең бірінші барлық толық регистрация
операцияларды өтіп бітесіздер. Одан кейін мысалы мына жерде ВКонтакте дегенге басайық, все задания. Ары қарай қандай бар бізде? Мысалы Twitter, Одноклассники бар. Бұл жерге сіздер өздеріңіздің аккаунттарыңызды привязка жасау керек. Достар, привязка жасау үшін мына жерде жазылып тұр: внимание, правила сервиса деп. Убедитесь, что аккаунты, которые вы выполняете задания, соответствуют требованиям сервиса. Яғни осы жердегі ссылкаға міндетті түрде басыңыздар. Міне басамыз. Ары қарай қараңыздар. Біріншіден біз Instagram аккаунтты осы жерге қосатын болсақ, бізде аватарка болу керек. Яғни Instagram аккаунтымызда осындай. Одан кейін открытый публичный профиль болу керек. Ары қарай бізде 12 әртүрлі фотография болу керек. Яғни шын адамның Instagram страницасы сияқты, және де наличие, яғни 5 досың болу керек. Міне көрсетілген қандай аккаунт болу керек екен. Мынандай емес, ал осындай өте керемет деп жазылып тұр. Хорошо. Тағы да сравнение бар. Сондықтан да өздеріңіздің жеке аккаунттарыңыз немесе тағы да бір аккаунт ашып, қосымша фотоларыңызды салып, осы жерге привязка жасайсыздар. Енді осы жерге аккаунттарды қосу үшін мои данные сол жағында, одан кейін добавить аккаунт деп басамыз. Мына жерден көрулеріңізге болады Instagram, TikTok, ВКонтакте, Telegram, яғни осы жердегі аккаунттарыңызды қосасыздар. Мысалы TikTok. Одан кейін ссылка на TikTok аккаунт деп тұр, немесе никнейм, яғни өздеріңіздің никнеймдарыңызды жазу керек болады осы жерге. Мысалы былайнан тест 1-2 или өздеріңіздің логиндарыңыз болады. Одан кейін барып привязка жасайсыздар. Болды. Қайтадан түсінде біз биржа задание деген бар, соған басамыз. Одан кейін осы жердегі заданияларды орындау керек болады. Достар, обновление жасағаннан кейін все задания қайтадан басамыз да. Міне осы заданияны орындау үшін осы көк кнопкасына басамыз. Келесі, міне защита профиля деп тұр, осыны күту керек болады. Бұл жерде бізге подписка жасау керек болды. Подписаться, одан кейін проверить. Міне шықты, задание выполнено деп. Енді келесін орындаймыз. Подписаться на канал, яғни тағы басамыз. Подписаться, проверить. Достар, көрдіңіздер, заданиялардың барлығы оңай, яғни подписка барлығы. Келесі бізде мне нравится деген, яғни лайк басқанға ақша төлейді. Бұл жерде кішкене төменірек, бірақ заданиялар өте көп. Қайтадан басамыз. Фотоға лайк басу керекпіз. Бастық, проверить. Так, қайтадан проверка жасаймыз. Задание не выполнено деп шықты. Келесін орындап көрейік, ондайда болып тұрады. Лайк бастық, енді проверить басайық. Міне достар, задание выполнено деп шықты. Кейбіреулерінде ошибка болу керек, оған мән бермеңіздер. Ары қарай бізде қарап тұрсаңыздар, сол жағында TikTok деген бар, заданиялары дәл сондай, яғни бізге бұл жерде де подписка жасау керекпіз, одан кейін барып лайк басу керекпіз. Заданиялардың барлығы бірдей. ВКонтактен алатын болсақ, мысалы, все задания, подписаться на страницу, яғни бұндай заданиялар өте көп. Жалпы осындай заданиялардың барлығын өздеріңіз орындап шығасыздар. Ең бірінші, осы үстіндегі внимание, правила сервиса деп тұр, осыны оқып шығып, одан кейін барып аккаунттарыңызды қосасыздар. Енді қараңыздар достар, менде қазір балансымда 197 рубль бар екен. Осы ақшаны шығарып көрейік, ол үшін вывести басамыз. Одан кейін сол жағында вывести средства. Бізде выплата производится автоматически в режиме каждые 2 дня деп жазылып тұр. Яғни мен қазір PR кошелекқа шығарамын. Міне менің PR кошелегім жазулы. Сумма 195. Достар, қараңыздар, бұл жерде минимальный бізде 100 рубль, сондықтан да 100-200 рубльді шығарып алуларыңызға болады. Маған 185 рубль ақша түседі, отправить заявку басамыз. Достар, көріп тұрғандай, астында міне заявка подана деп шықты, 195 рубль. Енді мен PR кошелекті аштым, өздеріңіз көріп тұрсыздар, ақша жарты сағаттың ішінде түсті, 185 рубль. Осы GetLike сайтынан. Ал сіздермен болған Дәулет Бисұлтанов. Менің осы каналыма подписка жасауды ұмытпаңыздар. Осы видеоға лайк басыңыздар. Апта сайын өздеріңіз білесіздер, жаңа өте керемет схемаларды бірінші болып шығарып тұрамын. Сондықтан да жіберіп алмас үшін және өздеріңіз бірінші болып ақша табу үшін міндетті түрде осы жерде колокольчик бар. Осы колокольчикқа басып, все дегенді таңдаймыз. Осылай достар, сіздерге көп рахмет. Келесі көріскенше.